Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге фаршированный кабачки, яғни кәдіден жасалатын керемет кешкі ас рецептін ұсынамын. Бұл тағам қолжетімді өнімдерден және небәрі 250 грамм фарштан өте оңай жасалып, дәмі тіл үйіретін болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Бұл рецепт үшін біздерге 4 дана үлкен кәді керек болады және алдын ала жуылған кәдінің мінекей осылайша шеттерін алып тастаймыз. Енді әрбір кәдіні дәл видеода көрсетілгендей өзінің көлеміне қарай тең 3 немесе 4 бөлікке бөлеміз. Одан кейін әрбір бөлікті мінекей осылайша қасықпен тазалап, ортасын босатамыз. Бұл жерге біз кейінірек салма саламыз. Айтпақшы достар, кәдінің қалдықтарын лақтырмаймыз, олардан кейін икра жасауға немесе тамаққа қосуға болады. Енді шанышқымен кәдінің сыртынан осылай жүріп шығамыз. Бұны біз кәдіге қосымша әдемілік беру үшін істейміз. Қаламасаңыздар, бұл этапты өткізсеңіздер де болады. Мінекей достар, соңында осындай әдемі кәді болады, дастарханға қойған кезде өте әдемі көрінеді. Ал қазір салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған етке блендерде ұсақталған 1 кішігірім пияз, алдын ала жуылған күріш, майдаланған ақ желкен, 4 ас қасық сұйық май, 3 шай қасық томат пастасы, 1 тілім майдаланған сарымсақ, және дәмдеуіштерден тұз, кориандр, паприка, қара бұрыш, хмели сунели қосып жақсылап араластыру керек. Салма дайын достар, енді жаңағы кәділерге осы салмадан салып шығамыз. Салманы қатты тығыз етіп салмаймыз, себебі пісу барысында күріш іседі. Ал қазір кәділерді мультиваркаға саламыз, ол болмаса орташа отта қазанда пісіріп көрсеңіздер де болады. Енді бөлек ыдысқа 400 грамм ыстық су құйып, оған 1 ас қасық томат пастасы мен кішкене тұз қосып араластырамыз. Енді осы соусты ақырын ғана құйып, мультиварканың мультишеф программасын таңдап, басында 160 градуста 10 минут пісіріп, кейін дәл осы программада 100 градуста 30 минут пісіреміз. Мінекей достар, керемет тағам дайын, кәді жұмсақ, күріште толық піскен, өте жеңіл кешкі ас. Кәді жақсы көретін болсаңыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, рецепт үшін алғыс айтудың ең жақсы жолы ол лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісу. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.